Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 70-ші сабақ антоним, синоним, амоним туралы не білдім. Бүгінгі сабақта сіздер тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аласыздар. Тірек сөздерді пайдаланып, шағын мәтін жазасыздар. 23-ші жаттығу. Тақырыбына қарап, өлең не туралы екенін болжа. Өлеңнің тақырыбы оқу мен ойын. Яғни бұл өлеңде оқу мен ойын туралы жазылған екен. Енді өлеңді оқимыз. Бұлағындай білімнің кітабыма үңілдім. Сабағымды бітіріп, топқа қарай жүгірдім. Добым домала, қақпа жақты жобала, айдалаға секеңдеп, мәшинеге жолама. Добым қандай айлалы, бізбен орғып ойнады. Сабақтан соң доп ойнау денсаулыққа пайдалы. Автор Баянғали Әлімжанов. Келесі сұрақ, өлең неліктен оқу мен ойын деп аталған? Яғни, білім ала отырып, бір мезгіл ойындар ойнау денсаулыққа пайдалы екенін өлеңде білдіріп тұр екен. Қарамен жазылған сөздің амоним бола алатынын дәлелде дейді. Қарамен жазылған бізде қақпа сөзі, қақпа бұл есіктің, яғни қақпасы, және қақпа қимыл іс-әрекетті білдіреді. Яғни, есікті қақпа, немесе машинаны қақпа деген сияқты. Дереккөздерден футболшылар туралы мәлімет ізде дейді. Футболшы деген спорттық командалық ойынның ойыншылары. 24-ші жаттығу. Жақша ішіндегі сөздердің тиісісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Ермахан мықты боксшы. Зеренің үйі мектептен алыс. Ескі кітаптарды жыртуға болмайды. Жақшадағы сөздердің антонимдерін тап. Мықты сөзінің антонимі әлсіз. Алыс сөзінің антонимі жақын. Ескі, жаңа. 25-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Кімнің ұшқыр ойы, сайысатын кімдер айт. 3 раунд бойы. Бұл жұмбақтың жауабы әрине боксшылар екен. Ұшқыр сөзін қандай синоним сөзбен айтуға болады? Ұшқыр сөзінің синонимі жылдам. 26-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, жеңіс тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Берілген тірек сөздер Қазақстан, боксшылар, Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов, жеңу, ту. Осы сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырамыз. Тақырыбы жеңіс. Бұл мәтін сіздер дәптердің қызыл сызығына дейін жеткізіп толық жазасыздар. Еліміздің атын шығарып жүрген боксшылар өте көп. Оның ішінде Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов бар. Олар Қазақстанның намысын қорғап, Олимпиадада жеңіске жетіп, туымызды көкке көтеріп жүрген біздің мақтаныштарымыз.